Кеш жарық баршаңызға. Көш жүре түзеледі дегенде міне зумды жүргізуде де ақырындап үйреніп жатырмыз. Енді бүгінгі зумды маған сеніп, жаңағы әлеуметтік желі жайлы, әсіресе Инстаграм жайлы жүргізуді сеніп тапсырып отырған тәлімгерлерге Ерлан Бөгенбайұлы, Болат аға үлкен рахмет. Алдымен енді өзімді қысқа нұсқа таныстыра кетейін. Мүмкін мені білмейтін, танымайтын адамдар бар шығар. Мен есімім Жазира, Алматы қаласында тұрамын, 3 баланың анасымын. Негізгі мамандығым филолог, қазақ тілі әдебиеті және ағылшын тілінің мұғалімімін. Бұрын мектепте мұғалім болып жұмыс жасағанмын. Кейін 2019 жылы кенже ұлымды босанғаннан кейін, декреттік демалысқа шыққаннан кейін мен әлеуметтік желімен таныса бастадым. Ол кезде енді үйде іш пысады, жаңағы күнделікті бір тіршілік, бала деген сияқты өзіме бір хобби іздеп, сүйікті іс іздеп, жаңағы шығармашылықпен айналыса бастадым. Бірақ сол ісім кейін маған осы әлеуметтік желіде жаңағы үлкен танымалдылықпен одан кейін табыс әкеле бастады. Әсіресе мынау карантин кезінде елдің барлығы онлайнға өтіп жатқан кезде мен де сол кезде осы Инстаграм әлеуметтік желісіне өтіп, осы жерден жаңағыдай адамдардың табыс тауып жатқанын көріп, мен де сондай табыс тапқым келді. Сол кезде Инстаграмды жүргізудің қыр-сырын мен үйреніп алғым келді. Сөйттім да осы Инстаграмда сол кезде дүркіреп тұрған осы SMM-шік деген мамандықты үйретіп жатқан белгілі журналист Құралай Бауыржанқызынан мен де соның алғашқы курсын сатып алдым. SMM-шік деген курсын сатып алып, онлайнда оқып, өзімнің Инстаграм парақшамды активно жүргізе бастадым. Сонда менде ең алғашқыда 250 ғана подписчик болған. Сол 250 подписчикті таза экологичный жолмен, экологичный дегеніміз енді мен кейбір терминдарды сіздерге мысалмен кішкене түсіндіріп отырайын. Әйтпесе өткен жолы көп нелерді түсінбей қалдық деп айтып жатыр еді. Бұл экологичный жолмен подписчик жинау деген сөз, сіз ешқандай жаңағыдай гифтарға қатыспайсыз, ешқандай таргет жібермейсіз, таза оқырмандар өздері келеді. Міне сондай жолмен бір жылдың ішінде мен подписчиктарымды 42 мыңға жеткіздім. Қазір енді кішкене төмендеп қапты, өйткені бір жыл мен пауза алдым. Инстаграмды жүргізбей қойған болатын. Неге? Өйткені денсаулығыма байланысты, одан кейін барып жаңағы алдында айтқан болатын, выгорание болды менде, ешқандай әлеуметтік желіге шыққым келмеді. Вот сол кезде менде Инстаграмда кішкене пауза болып қалды. Ондай кезде не істейді? Охват түсе бастайды, содан кейін барып подписчиктар отписаться ете бастайды. Міне сондай жағдай болған. Енді жақында ғана осы форумға барып келгеннен кейін мен қайтадан Инстаграмымды қолға ала бастадым. Міне сол кезде 42 мыңға жетті подписчик, содан кейін барып мен ақырындап уже табыс таба бастадым. Қалай? Ол мысалы сторисқа жарнама аласың, лентаға жарнама аласың, одан кейін жаңағы SMM-шік деген қызметімді көрсете бастадым. SMM-шік деген ол мысалы бір мықты эксперттің Инстаграм парақшасын жүргізіп беру. Күнде сторисын салады, постын салады. Сол жаңағыдай сондай қызметім бойынша табыс таба бастадым. Одан кейін барып терминологиялық сөздерді аударма жасадым, копирайтерлік қызмет көрсеттім. Копирайтер дегеніміз біреуге мысалға пост жазып бересіз. Міне сондай қызметтерді көрсетіп, ең соңында осы кітап жазуға келдім. Тапсырысқа кітап жаза бастадым. Міне осының барлығы мынау 5 жылдық менің жұмысым, осы Инстаграмның арқасы мынау жаңағы көшеде елдер танып қалатындай жағдайға жеттім. Жаңа неден осы мемлекеттен жаңағы төсбелгі алдым, тарихи энциклопедияға шықтым. Міне соның барлығы мынау Инстаграмның арқасында. Сондықтан да мынау әлеуметтік желінің бізге беретін мүмкіндіктері өте көп. Негізі мүмкіндіктері шексіз. Тек соны дұрыс қолдана білсеңіздер, бұл жерде де осы қазіргі біздің жасап жатқан кәсібімізге байланысты үлкен жетістіктерге жетуге болады, үлкен команда құруға болады. Одан кейін біздің өнімдерімізді миллиондаған суммаларға сатуға болады. Тек соның жолдарын дұрыс білу керек. Енді ең бірінші, енді барлықтарыңызда Инстаграм парақшаларыңыз бар шығар. Сол Инстаграм парақшаларыңызды кіріп өздеріңіз қарап, бірінші мынау жаңағы профильдан бастайсыздар. Қазір мен сіздерге мына жерден өзімнің профилімді, сосын бірнеше эксперттердің профилін көрсетем. Бізде де үйде кондиционер бар.
сол тамақтан ұстап жатыр. Бірнеше мынау осы Инстаграмда бәленбай миллион тауып жүрген, сосын жаңағыдай жақсы жетістіктерге жеткен бірнеше бір 3-4 экспертті дайындап қойған. Міне солардың қазір сіздерге мысал ретінде жаңағы парақшаларын көрсетемін. Мен көрініп тұрмын ғой, Тәке? Иә, көрініп тұрсыз. Все, өзіме көрінбей тұрмын, сосын сіздерді көріп отырған жоқпын. Көрініп тұрсыз. Міне мынау менің, мысалға мынау менің парақшам, мынау профиль. Міне осы профильда сіздерде ең алдымен мына жерде мынау домалақта аватарда өзіңіздің жалғыз ғана түскен әдемі суретіңіз болу керек. Неге? Өйткені кейбір кісілер отбасымен, баласымен түскен суреттерін қойып қояды. Бұл негізі кәсіби емес та. Анау кірген адам сіздің қайсыңыз кім сіз екеніңізді білмейді. Мынау жаңадан сізге парақшаңызға подписчиктер келіп жатады ғой, міне солар сізді білмей қалады. Одан кейін мына жерде мынау ең астында редактировать деген жерді бассаңыздар, мына жағына шығасыздар, настройкаға, сол жерде міне биография деген жерге міне мынаны жазып қоясыздар. Мысалға, сіз немен айналысасыз? Мен хэштегпен жазып қойыңыздар, BEPIC компаниясының мысалға күміс серіктесімін, алтын серіктесімін, платина серіктесімін. Мұнда жаңағыдай денсаулық, жаңағы сұлулық деген сияқты өйстіп толтырып қоясыздар. Одан кейін бірнеше ссылка қоятын жері бар. Сол ссылкаларыңызға TikTok'ыңызды, YouTube'ыңызды, WhatsApp'ыңызды бірнеше ссылкаға дейін қойып қойсаңыздар болады. Сосын барып мына жерде жаңағыдай WhatsApp көрініп тұратындай қылып қойсаңыздар, мынау сіздің парақшаңызға кірген адам уже біледі, сіз кімсіз. Мысалға, мен писательмін, мен әлі предприниматель деп жазған жоқпын, өйткені мені көпшілігі жазушы ретінде таниды. Енді мен ақырындап уже сол жаңағыдай кәсіпкер дегенге ауысам. Мен бірден ауысып кететін болсам, менен мынау оқырмандарым бірден жаңағыдай отписаться етіп кетеді. Сондықтан да ақырындап мен соған келе жатырмын, бірақ мына жерде BEPIC компаниясының серіктесімін дегенді жазып қойғам. Өйткені кірген адам шатасып кетпесін, мына кісі өзі жазушы ма, мына жерде өнімдерді де салыпты, форумды салыпты, кім өзі бұл деген сияқты. Сондықтан да ең бірінші осы профильді толтырып қоясыздар, сосын өздеріңіздің аты жөндеріңіз болу керек. Мынау аватаркада өзіңіздің жаңағы әдемі суретіңіз болу керек. Бірінші осы профильден бастаймыз. Одан кейін барып, мынау сіздер жаңағы енді пост, сторис, рилс сағанға тоқтала кетейін. Пост, рилс, сторис салған кезде қалай болса солай бет алды сала бермеңіздер, оны да жоспарлап қойыңыздар. Мысалға, дүйсенбі күні мен пост салам, сосын сәрсенбі күні рилс салам, сосын жұма күні мен жаңағыдай карусель салам деген сияқты. Сосын барып, мен бір кісілерден көрем, осы біздің серіктестер негізі мынау жаңағы сетевиктер бар ғой, сетевиктер болмаса осы BEPIC компаниясында істеп жатқан серіктестеріміз, солардың парақшаларына кіріңіздер, қараңыздар, кім қалай жүргізіп жатыр, кім не салып жатыр деген сияқты адамда жаңағыдай анализ жасайтындай насмотренность болу керек. Міне сол кезде мен де қарадым ғой, біраз адамдарды қарадым, сонда постоянно бір нәрсені сала береді да. Мысалға, омега осындай, мұның құрамы осындай, осын бүйтіп ішесің, сөйтіп ішесің, содан кейін дропстваны бүйтесің, сөйтесің, солай ішесің деген сияқты. Одан кейін беймунені бүйтіп ішесің, сөйтіп ішесің. Тек қана өнімдер туралы, өзі туралы ешқандай ақпарат жоқ. Ал бұл Инстаграмдағы оқырмандар, олар өте талғампаз. Олар деген сіздің парақшаңызға кірген кезде сізді көру керек олар. Сіз кімсіз, отбасыңыз бар ма, немен айналысасыз? Тек қана өнімді сала берсеңіз, оларға скучно болып кетеді, сосын сіздің парақшаңызда бір-екеуін қарайды, сосын барып шығып кетеді. Сондықтан да оқырманның сенімін тудыру үшін сіз ең бірінші қандай пост салып қоясыз, закрепленный жаңағыдай пост болады, закрепить етіп қойсаңыздар болады. Сол жерге таныстыру постын салып қойыңыз. Өзіңізді, бала шағаңызды, сондай бірнеше былай сурет салуға болады, Инстаграмға сөйтіп салып қойыңыздар. Сонда кірген адам сол сіздің таныстыру деп жазып қойыңыздар, үстіне үлкен қылып, бірден біледі сіздің кім екеніңізді, отбасыңыз бар екенін, немен айналысатыныңызды, қандай мамандық иесісіз деген сияқты. Содан кейін барып, мынау жаңағы біріншіден осы тұлғалығыңызды сіздің көрсететін сондай контент саласыз. Одан кейін барып, мынау сіздің эксперт контентіңізді көру керек парақшаңызда. Эксперт дегеніміз кім мысалға? Эксперт дегеніміз мысалға, Талғат мырза эксперт, қандай эксперт ол кісі? Ол кісі сетевик, Ерлан аға да тоже сетевик, опытный сетевик, Болат аға да сондай, Бибігүл Жарова да мысалға қазіргі таңда белгілі бір рангтағы сетевиктер. Осы сетевик, осы кәсібіңізге байланысты сондай эксперттік
сондай адамға пайдалы бір сондай контенттарыңыз болу керек. Ол мысалға сіздің жаңағыдай командамен жұмыс жасап жатқаныңыз, форум, сосын живая встреча, сосын жаңағы өзіңіздің командаңыздағы адамдарды үйретіп жатқаныңыз, міне сондай контенттер болу керек. Біріншісі отбасыңыз, бала шағаңыз, жеке өміріңіз, оны лайфстайл дейміз. Екіншісі эксперттік контент, сіздің жаңағы кәсібіңізге байланысты. Ал үшіншісі өнімдер, сосын нәтижелер. Сонда өнімді салған кезде жаңағыдай міне мынау омега бұның құрамында мынандай деп қана емес, өнімнің құндылығын ашатындай сондай контенттер салуыңыз керек. Сонда анау оқырман сізден алады келіп, сол оқырман не үшін сізден келіп алу керек? Міне сондай жаңағыдай келіп жатқан подписчикті, ол біздің подписчиктер. Не үшін біз подписчик көбейтуге тырысамыз? Кейбір блогерлар подписчиктерді сатып алады мысалға. Бәленбай миллионға жаңағыдай реклама беріп, ұтыстар ойнатып, сол подписчиктерім көп болсын деп. Өйткені әрбір бізге келген подписчик біздің потенциальный клиентіміз. Мынау өнімімізді сатып алатын адам. Бірінші ол тұтынушы болады, одан кейін келіп біздің командаға келеді. Сондықтан да сіздің парақшаңыз бүткіл ақпаратты беріп тұратындай болу керек. Содан кейін жаңағы карусель дегеніміз, ол карусель қазір енді Инстаграмда сол тренд болып жатыр. Reels емес, жаңағы пост емес, оны да салып тұрыңыздар. Карусель деген нәрсе қазір енді тренд болып жатыр. Карусель дегеніміз мынандай жаңағы 5, 6, 7 сурет. Сол суретке сіз мысалға былай салсаңыз болады. Мынау омега, Елефті көрсетейінші. Елеф ана жақта екен, мысалға акселератор мен слипті салатын болсаңыз, бірінші суретін қоясыз да, бұл американдық BP компаниясының осындай акселератор слип деген өнімі. Екінші карусельге мұның құрамы қандай, үшінші карусельге бұл адамға қалай көмектеседі, төртіншісіне бұны қалай ішу керек, бесіншісіне содан кейін өзіңіздің нәтижеңізді. Мысалы, мен осы акселератор мен слипті ішіп, мысалы, іш құрылысым тазаланды, ұйқым дұрысталды деген сияқты. Егер сізде сондай проблема болса, дейсіз да, астына WhatsApp-ыңызды жазып кетесіз. Инстаграм ешқандай номер жазасыз ба, сіз сілтеме қоясыз ба, оған Инстаграмның ешқандай қарсылығы жоқ. Бұл TikTokта мысалға кішкене номерін жазып қойдың ба, өнімді көрсетіп қойдың ба, сразу лақтырып тастайды, болмаса нарушение деп сөйтіп блоктап тастайды. Ал Инстаграмда ондай нәрсе жоқ. Әрбір постыңыздың, рилсіңіздің астына өзіңіздің WhatsApp номеріңізді қалдырсаңыз болады. Содан кейін барып, жаңағы тек қана постты, жаңағы рилсті, карусельді салып қоя салмай, астына міндетті түрде бірдеңе жаза кетіңіздер. Мысалға, кеше бриллиантовый ужинді салып жатыр, біздің әріптестері. Бриллиантовый ужинді салып қоя салып болды, астында ештеңке жоқ. Содан кейін бар форум жайлы салып қоя салып болды, астында ештеме жоқ. Мен енді қарап отырмын, анализ жасап. Ана жерде енді 15-20 лайк қана, 3-4 пікір ғана, әрбір сонда жаңағы өзіңіздің суретіңіздің, видеоңыздың астына бір кішкене болсын, бір-екі ауыз сөзбен түсініктеме жаза кетіңіз. Мысалға, міне осындай күні, осындай қалада бізде жаңағыдай американдық BP компаниясының бриллиантовый ужины болды. Өйткені анау сізге жаңадан келіп жатқан подписчиктер болмаса, Инстаграм қазіргі таңда рекомендацияға шығаратын болған. Тура TikTok сияқты. Сіздің рилсіңізді рекомендацияға болмаса интересныйға шығарып жібереді. Сол кезде адамдар көреді да ананы, енді бриллиантовый ужин болып жатқан. Бірақ олар түсінбейді, бұл не кеш, мұнда адамдар неменеге жиналып жатыр, нені тойлап жатыр деген сияқты. Сондықтан да астына бір-екі ауыз сөзбен жазып қойсаңыздар, адамдар міндетті түрде ананы көтереді да оқиды. Міне біз осындай күні, осындай жылы, осындай ресторанда, міне американдық BP компаниясының бриллиант рангындағы партнерлармен осындай кездесу болды, керемет болды. Мен осыдан 3 жыл бұрын мысалға ешқашан ойлаған жоқпын, Астананың қақ төрінде осындай ресторанда бриллиантовый ужинда болам деп сөйтіп жаза кетесіз. Содан кейін астына жаңа ПЦ-ға жазасыз. Менің қолымнан келген нәрсе сіздің де қолыңыздан келеді. Егер осындай жаңағы өмір сапасын өзгерткіңіз келсе, маған хабарласыңыз деңіз да, WhatsApp қалдырып кетіңіз. Одан кейін хэштег қойыңыз, міндетті түрде сіз қай қаладансыз. Мысалы, мен Елеф Алматы деп қоям, Биепик деп қоям, клеточный питание деп қоям. Сосын Жазира Тулешева деп та хэштег қойып қоям. Хэштегті анау 4 бұрышта не бар ғой, жаңағы решетка бар ғой, сол решетка арқылы қоясыздар. Сонда Инстаграмға кірген адам, мысалға, клеточный питание туралы ақпарат іздейтін болса, мысалы, жаңағыдай Биепик, Елеф Алматы деп іздейтін болса, бірден сіздің жаңа рилсіңіз, постыңыз сол шығады.
сөйтеді да ол кісі жаңа астын бүйтіп көтере салады да оқиды, и астында сіздің контактный номеріңіз барлығы. Сөйтеді да сізге сразу шығады. Міне солай жұмыс істейді Инстаграм. Одан кейін барып кеше упоминание жайлы біз айттық. Сосын жаңағы соавтор туралы айттық. Упоминанияны қалай жасайсыздар? Жаңағы посттың соңына, мысалы кеше мен осы форум туралы видеоны салдым. Сол форум туралы видеоны біздің де серіктестер салды, Амина Бариева салды, тағы да біраз серіктестер салды. Сонда қарап отырсам, ол жерде де тура сондай 15-20 лайк, бір 4-5 пікір ғана екен. Мен де салғым келді өзімнің парақшама. Сосын мен не істедім? Астына кішігірім пост жаздым, жаңа форумға барғанымызды, жолдасым екеуміздің, бірақтан да жаңағыдай рейсіміз ауысып кетіп қалғанымызды, бірақ керемет энергия алып қайтқанымызды, сол форумға келген американдық міне основательдер деп жаңағы собачканы қоясыздар да, мысалы, Д-ны жазсаңыздар, сіз кімнің несін көп қарайсыз? Мысалға Дэн Патманды бәріміз қараймыз, Хесус Альваресті қараймыз, Джейсиді қараймыз. Собачканы қоясыз да, жаңағы Д десеңіз өзі Дэн Патманның суретімен жаңа аты шыға қалады. Соны басасыз да, міне сөйтіп сол кісілерді упоминание жасап қоясыз. Сосын осындай өнімді Қазақстанға алып келген Ғалия Серғазина үлкен рахмет деп, ол кісіні де упоминание жасап қоясыз. Одан кейін барып осы кешті ұйымдастырған міне біздің жаңағыдай тәлімгерлеріміз, Ерлан Бөгенбайұлы, Болат Томатаев, жаңағы Бибігүл Құптиярова, Айжан Әкімбекова, Талғат Құттымбетов деген сияқты. Сіздің, кстати, аккаунтыңызды таппадым, Талғат Гүлнар деген бар екен. Бір-екі рет сторисыма упоминание жасасам, сіз мүлде қарамайсыз ғой. Мен Инстаграмда жоқпын, мен үйрену керек. Сөйтіп жаңағыдай упоминание жасап қоясыздар. Сол кезде жаңағы Дэн Патманды сіздер упоминание жасаған кезде өзі шығарып береді сізге. Сол кісімен соавтор боласыз ба? Соавтор дегеніміз сол кісімен бірге осы нені рилсті шығару. Сөйтіп сізге не тастайды өзі Инстаграм. Сол кезде я боламын деп, соны жаңағыдай бассаңыз, Дэн Патманға запрос кетеді. Мынау Жазира Тулешева сізбен бірге мынау рилсті шығарғысы келіп жатыр. Сөйтесіз, соның барлығын жасап, уже жаңағыдай далені басасыз да, опубликоватьты басасыз. Дэн Патман өз любой время оны көреді да, сосын сіздің жаңағы предложениеңізді қабылдаса, демек сол бір ғана рилс, оның да сіздің де парақшаңызда шығып тұрады. И екеуіңіздің де атыңыз шығып тұрады. Мен осы рилсті не үшін Дэн Патманмен бірге шығарғым келді? Мен жаңағыдай мысалға Инстаграмда 1000 лайк басылатын болса, сіздің жаңағы постыңызға, болмаса рилсыңызға, или видеоңызға, онда ол сразу интересныйға шығады. Интересный дегеніміз Инстаграмда мынау жаңағыдай адамдар кіреді, сол интересныйды қарап отырады. Міне сол интересныйға шығып кететін болса, сіздің жаңағы постыңыздың өзі көп адамға көрінеді. Мысалы, мынау интересный дегеніміз осы. Мынау публикациялардың барлығы 2000, 3000, мүмкін 5000 лайкқа дейін жинаған шығар, осылардың барлығы міне интересныйда тұр. Инстаграмға кіріп жаңағыдай листать етіп отырған адамдар жаңағы сіздің рилсіңізді көре береді, сөйтеді да, қызық болса сіздің парақшаңызға өтеді. Одан кейін барады да подписаться ете бастайды. Осылай интересный арқылы мен өте көп подписчикті осы интересныйдан алып келгем. Өйткені мен әңгіме жазып жүрген кезде, менің жаңа әңгімелерім жаңағы интересныйға көп шығып кетеді екен. Міне сол жақтан таза экологичный жолмен жаңағы подписчиктер келді. Сол менің бірге шығарғандағы мақсатым интересныйға шығу, содан кейін барып Дэн Патманның 751 мың подписчигі бар екен. Сол кісімен бірге шығарған кезде, не істейді? Менің баяғыда өліп қалған охватым Инстаграмның 8000-ға түсіп кеткен екен охват. Кешегі сол рилстан кейін 127 мыңға бірақ өсті охват. 127 мыңға бірақ өсті. Қаншама подписчик келді маған сол бір ғана рилстан. Сол үшін мысалға Ерлан Бөгенбайұлымен де, міне Талғат Құттымбетовпен де, мысалға Құралаймен, мысалға осылай бірге шығарсаңыздар болады бір рилсті. Сонда ол екі парақшаға да подписчик алып келеді, екі парақшаға да лайк басылады, екі мыңда охваты көтеріледі. Сондықтан болғанның сонысы өте пайдалы. Сол рилс 56 мың уже просмотр жинапты, 1000 лайкқа уже жетіп қапты, 100-ден аса пікір жазылыпты, пікірдің көпшілігі енді американдықтар жазыпты. Міне бір ғана рилспен, ататын рилс дейді, оны
ататын рилсіңіз болса болды, уже сіздің жаңағы парақшаңыздың охваты да өседі, сізге подписчиктар да келеді. Не үшін жаңа подписчиктар керек? Өйткені біздің оқырмандарымыз уже бізді біледі. Жаңа подписчиктер біздің жаңадан келіп жатқан клиенттарымыз. Будущий потенциальный жаңағы клиенттарымыз. Одан кейін барып жаңа таныстыру постын жазып қойдыңыздар, енді жаңа аптасына 3 рет сіздер рилс, пост, жаңа карусель салып жатырсыздар. Бірақ қалай болса солай бетіне анау әртүрлі шрифтпен қызыл, сарығы, быжықай бірдеңкелерді жаңадай жазып сала бермеңіздер. Біркелкі шрифтті таңдап алыңыздар. Өзі приложениелерде көп, даже Инстаграмның өзінде де бар біркелкі шрифт. Сол біркелкі шрифтпен жазып отыратын болсаңыз, мынау визуал деген нәрсе бар. Адам сіздің жаңа Инстаграм парақшаңызға кіріп қалған кезде сіздің визуалыңыз біркелкі әдемі болып тұрады. Адамды тартады да, сосын адам қалғысы келеді сіздің парақшаңызды, сөйтіп листать етіп қарай бастайды. Өнімдерді қарай бастайды. Мысалға біз ол жерге біреулердің нәтижесін саламыз, мысалға рактан жазылған біреудің, онкологиядан жазылғанды, форумды саламыз, өзімізді саламыз. Міне соны қарап отырады да, ана кісі акселерестормен слипқа көз түседі. Мына өнім деген күшті екен ғой, мен осы кісіге хабарласайыншы, алайыншы деп, уже сізге жаңағыдай клиент келеді. Болмаса жаңағыдай мен осында жаңа үйде отырған 3 баланың анасымын, осы жерде мен осындай табыс тауып жатырмын деп. Мен мысалға өткен жолы айтқам өзім парақшамда. Шығармашылықта жүргеннен қарағанда мен қазір BP компаниясында табысым көп, өмірімнің сапасы да өзгеріп жатыр деп. Форумға барғанымды, самолетпен ұшқанымды, анау жаңағы марапатталып жатқанымды барлығын салып қойған. Міне сонда ол кісілер көреді, мұнда табыс та бар екен ғой деп, міне сөйтіп сізге шыға бастайды. Қазір мен сіздерге визуал дегенді көрсетіп жіберейін. Визуал дегеніміз міне мынадай болады. Мына жерде мен Ақбота Әнуарбекті, мүмкін сіздер де білетін шығарсыздар, өте мықты эксперт. Мына жерде сол кісінің мен жаңа визуалын дайындап қойған болатын. Міне қараңыздар, қандай әдемі, көз тартымды. Ақбота Әнуарбек мысалға кезінде бұл қызда өзін-өзі таба алмай қарызға кіріп, әбден үйіндегілердің барлығын қарызға кіргізіп, ата-анасынан жаңағыдай ұрыс естіп, сөйтіп жүріп, әйтеуір өзі оқып, ізденіп жүріп, қазіргі таңда Инстаграм жүргізу бойынша, Инстаграмда продажа жасау бойынша ең мықты эксперттердің біреуі. Міне осындай қылып біркелкі, әртүрлі мейлі сурет бола берсін, бірақ мынандай біркелкі шрифттармен жазатын болсаңыздар, сіздің визуалыңыз өте әдемі болады. Міне осылай жасауға тырысыңыздар. Қазір тағы да бір кісіні көрсетіп жіберейін. Енді қазір мен көрсеткім келіп отырған кісі, мысалға, маған Райхан Жаманқұлованың да Инстаграм парақшасы өте жақсы ұнады. Видеолары, посттары сол кісінің. Мынау ғой деймін. Осы ғой деймін. Жоқ, бұл емес екен. Райхан Жаманқұлованың Инстаграм парақшасына кіріп көрсеңіздер, ол кісінің де парақшасын өте жақсы жүргізеді екен. Видеоларын да, посттарын да барлығы сондай жаңағыдай керемет. Сосын Амина Бариеваның да Инстаграм парақшасына кіріп қарап көрсеңіздер, ол кісі де өте жақсы. Амина Бариева, мынау Райхан Жаманқұлованың несі, жаңағы Инстаграм парақшасы. Мына жерде қараңыздар, жаңағы мен айтқан эксперттік контент та бар, сосын өнім туралы да бар. Міне кішкентай бала қолында ұстап тұр, сосын барып жаңағы тұлға ретінде де өзі жайлы барлық ақпарат міне парақшасында бар екен. Көріп тұрсыздар ғой, мен демалып жатқаны, мына жерде партнерлармен тұрғаны, мына жерде Дэн Патман тұр, өзі Астанада. Міне осылай сіздерде әртүрлі разнообразный қылып осылай контенттарыңызды жүргізсеңіздер, мынау сіздің парақшаңыздағы оқырмандарыңызға да, жаңадан келіп жатқан адамдарға да қызықты болар еді. Міне осылай жүргізсеңіздер болады. Визуалды айттым, шрифтті айттым. Одан кейін жаңағы разнообразить пост, рилс, жаңағыдай карусель салып отырыңыздар. Сонда сіздің жаңа оқырмандарыңыз жалығып кетпейді. Әйтпесе күнде сіз мынау омеганы, бір күні мынау жаңағы дринкшілікті, бір күні мынау грингринсті айта беретін болсаңыз, онда оқырмандарыңыз жалығып кетеді, даже отписаться етіп кетуі де мүмкін. Сондықтан да өзіңіздің де өміріңізді көрсетіңіз, табысыңызды да, мынау жаңа эксперт контентіңізді түсіріңіз, живая встречаға барып жатқаныңызды, жұмыс жасап жатқаныңызды көрсетіңіз. Содан кейін өмірімнің сапасы өзгертіп жатырмын деп айтқан кезде тек қана сөзбен емес, мысалға форумға бара жатқан кезде
Бибігүл Құдиярова көп салады ғой тиктокқа, міне біз самолетқа отырып бара жатырмыз, міне біз түстік мынандай неге келдік ресторанға деп. Ол кісі демек шынымен де жұмыс жасап жатыр, шынымен де табыс тауып жатыр. Міне Ерлан аға болмаса, қандай машина алды, неге наличкаға. Міне сонысын көрсетіп қойса, шынымен де бұл жерде жаңағыдай табыс бар екен ғой адамдар. Сосын жаңағыдай сол табысқа да келеді. Енді мен профиль туралы айттым, әдемі сурет қойыңыздар, жалғыз өзіңіз айттым, барлық сілтемелеріңізді қойыңыздар, қандай пост салу керек, қандай рилс салу керек, хэштегтер жазу керек, оның барлығын айттым. Енді мынау біз стористі да барлығыңыз білесіздер, инстаграмға кіре қалған кезде ана төбеде домалақ болып тұрады, қызыл болып тұрады, міне сол дегеніміз сторис. Осы стористі қазір мен сіздерге көрсетейін, қысқа нұсқа айта кетейін. Сторис жүргізгенде өте негізі пайдалы. Сторис арқылы мына жерде көптеген эксперттер миллиондаған продажалар жасайды. Жалғыз стористің өзіне. Жалғыз стористің өзінен күшті жаңағыдай продажалар жасайды. Мына жерде мен прогревтің түрлері деп қойғаным, бұл стористің түрлері. Прогрев дегеніміз қыздыру, Енді қараңыздар, сіздер мынау бірден сторисқа шығып алып, жаңағы бірден сол мен таңертең тұрдым, менің таңғасым мынау, одан кейін бір жерде кетіп барады. Мен жаяу кетіп бара жатырмын, одан кейін бір балаңызды бірдемені салып, жаңағыдай стористі сөйтіп былықтырып жіберетін болсаңыздар, сіздің сторисіңізді көп адам қарамайды. Содан кейін барып, однотипный сторис деген бар. Однотипный сторис дегеніміз, ол жаңағыдай күнде осы продукция туралы айта береді. Мысалға, бір сторисіңізді омеганы көрсетіп қойдыңыз, екінші сторисіңізді дропстваны көрсетіп қойдыңыз, үшіншісінде мынау коллагенді көрсетіп қойдыңыз, адамдар оны қарай береді, содан кейін барып жалығып кетеді. Сосын не істейді? Охват төмендей бастайды, продажа жүрмейді, сіздің стористарыңызды ешкім уже қарамай кетеді. Сондықтан да мен сіздерге қазір айтайын, сторис жүргізудің ең күшті түрі, мен осы түрін өте жақсы көрем. Стористилинг деген түрі бар. Жаңағы стористилинг дегеніміз, сіз бір оқиғаны 5-6 сторисқа сыйғызып, солай баяндап бересіз. 5-6 сторисқа сыйғызып баяндап бересіз. Сосын жаңағыдай постоянно менен сатып ал деп айта бермеңіздер. Сториста мысалға, мен өткенде бір стористилинг жүргіздім, мынау ұлыма байланысты. Менің кішкентай ұлым осы жерде жаңағыдай жақсы нәтиже алған еді. Қазір мына жерге бір нені қойып қоя салайын. Өте жақсы нәтиже алған болатын. Сонда мен қалай бастадым? Жаңағы баламмен қыдырып бара жатқаннан бастап салдым. Сонда адамдар ана движение ғой бізде. Екеуміз кетіп бара жатырмыз, сөйлесіп кетіп бара жатырмыз. Бірақ сториста да мынандай не бар, шрифттар бар. Сол арқылы жазып қойсаңыздар болады. Міне мен балам екеуміз бүгін осындай мысалға апортқа бара жатырмыз. Сөйтіп жазып қоясыздар да. Сосын уже келесі сториста апорттың алдында мысалға жаңа фонтанның алдында түсесіз суретке, сөйтесіз да, мынау балам 5 жасында менде осындай арық болатын, тісін қышырлататын, түнімен ұйықтамайтын, қолына сүйел шығатын, неден деп ойлайсыздар? Сіздерде сондай проблема болған ба еді деп, анау стористі қарап отырған адамдарды сіздер неге шақырасыздар? Бір сіздің сторисіңізде движение жасауға. Сосын олар жаза бастайды сізге. Мен баламда да сондай болған, менде де болған, жаңағы анемия шығар, ол қан тапсырыңыз, бүйтіңіз, сөйтіңіз деп, уже сіздің сторисіңіздің охваты өсе бастайды. Просмотр көбейе бастайды, охват өсе бастайды. Келесі сториста мен уже жаңа апорттың ішінде жүргенімді салам да, бірақ біз жаңағыдай анализ тапсырған кезде, неге поликлиникаға барып, мен өзім шок болғам деймін. Сосын шок болғам деймін да, мынандай смайликті қойып қоям, сосын оқырмандар айтады, не болды сонда, анализ қандай болып шықты, диагнозы қандай болып шықты деп. Сосын келесі сториста бөлісем деймін да, бөліссін десеңіздер, мына смайликті басыңыздар деп, тағы да оларды бір іс-әрекет жасауға шақырам. Сөйтем да өзімнің сторисімнің охватын көтере берем. Адамдар қызыға бастайды. Сосын келесі стористі мен 5-10 минутқа, 15 минутқа кешіктіріп қоям. Сосын олар күтіп отырады. Келесі сториста мен уже айтам, бізге подозрение на глисты деп берген. Содан мен не істедім? Қандай дәрі-дәрмек іштім? Деймін да, тағы сұрақ белгісін қойып қоям. Сосын тағы да сторисқа өтем, тағы келесі сторисқа. Сосын айтам,
аптеканың дәрісін де алдық, Тяньшидің продукциясын алдық, бірақ бізге ештеме көмектеспеді. Ақырында Биепи компаниясының міне мынандай өнімін алып іше бастадық. Сол кезде баламның ішіне шыққан нәрселерді көрсеңіздер шоке боласыздар деп тағы да сондай бір смайликті қойып қоямын. Сөйтем да келесісінде уже мен мына өнім туралы ақпарат беремін. Осы електің тәтті түрін мен өте жақсы сатқан болатынмын. Сондықтан да мынау шыға салып, мынау електің тәтті түрі күшті, мен жаңағы балалардың ішінде құртты шығарады деп айта салатын болсаңыз, ешкім сенбейді да сізге. Дейді да қоя салады. Мен оның арасында сол баламның шынымен де үлкен дәретке отырған кезде қандай құрттар шыққаны туралы ютубтағы сол видеомды салып қойдым. Содан жаңағы менде көп кісілер шықты осы електің тәтті түріне. Мә, Жазира ханым, шынымен де солай нете ма, солай көмектесе ма деп, сонымен мен біраз осы инстаграмда сол өнімді сатқан болатынмын. Сондықтан да бірден, міне көрдіңіздер ма, онда продажа болмайды. Сіз бірден элефті шығарасыз. Мынау элеф деген күшті өнім, жетсіз аурудың алдын алып, 90 түрлі макро-микро элемент береді. Сіз жаңағыдай осыны алатын болсаңыз, бүткіл хронический ауруыңыздан жазылып кетесіз десеңіз, онда ешкім алмайды сізде. Ол үшін не істейсіздер? 2-3 апта мысалға продукттың құндылығын ашасыздар. Жай даже таңертең мен тұрдым, серуендеп жүрмін дегеннің өзінде қасыңызға мынандай элефті ұстап жүріңіз, ішіп алыңыз. Элеф туралы айтпай қойыңыз, ішіп алыңыз. Сосын адамдар ойлайды, мынау не ішті деп. Одан кейін барып мен мысалға шелпек пісірдім. Бүгін шелпек пісірген кезде шелпектің қасына мынау редженер мен мысалы бикардион қойып қойдым. Айтында міне шелпегіңіз дайын болды, жұма қабыл болсын деп. Міне солай сіздер өнімдерді сала бересіздер. Содан кейін барып өнімнің құндылығын ашасыздар. Сосын барып ана бізде акция болады ғой, сол акция болған кезде продажа жасап жібересіздер. Міне бізде мына өнімдерге күшті акция болып жатыр. Біреуін алсаң, екіншісі тегін болады деп, жаңағы тестостерон болды ғой бізде. Міне сөйтіп сататын болсаңыздар, сіздерде продажа жүреді уже. Ал бірден жаңағыдай шығып алып, мен міне мынау күшті өнім, мынаны ал, бүйт сөйт десеңіздер, онда жаңағыдай сіздерді өтпей қалуы мүмкін. Сол секілді міне стористилинг дегеніміз, ол бір оқиғаны басынан бастап аяғына дейін айту. Мысалға Кәкең айтатын болса, стористилинг жасайтын болса, мен неге жаңағыдай 18 жылдан бері айдап жүрген КамАЗымды тастап кеттім деп, неге мен сетевой маркетингпен айналыстым деп тұрып сұрағын қойып қойса, уже оқырмандарыңыз қызыға бастайды. Неге сіз тастап кеттіңіз, неге сетевой немен айналысып кеттіңіз деген сияқты. Уже қызыға бастайды. Содан кейін сіз ақырындап айта бастайсыз. Менің қар жағдайым былай болды. Одан кейін барып мен осы жерге келдім. Соны Ерлан ағамен кездестім, Кореяға ма, қайда бір жаққа кетейін деп жатыр едім. Сосын ол кісі осы жерде табасын сол ақшаны деді. Басында сенбедім, бірақтан да мен бір Ерлан ағаның айтқан бір ақылын мен жаңағыдай күшті өзіме түйіп алдым да, міне сол арқылы мен 1 жылдың ішінде бриллиант болып кеттім. Ол не деп ойлайсыздар деп қоясыз, интрига жасап. Негізі инстаграмда, сториста көп интрига жасасаңыздар, соншалықты адамдар көп келеді, көп қарайды, содан кейін барып уже сізден сатып алып, жаңағыдай командаңызға да келе бастайды. Маған ең бірінші жаңа командама келген адамдарым сол инстаграмнан келген, именно стористан келген. Өздері де осында отырған шығар, мысалы, Атүркүл апай өткенде форумға барды ғой, сізден билет алды, қасына тағы бір кісі ертіп. Міне сол кісілер маған ең бірінші сол стористан келген. Өзімнен инстаграмнан келген. Кейін уже тиктоктан келе бастады ғой. Міне стористы солай жүргізсеңіздер болады. Содан кейін барып стористың бізде инстаграмда функциялары өте көп. Сондықтан да осы функцияларының барлығын пайдаланыңыздар. Мен мына жерде сіздерге өзім скрин жасап қойдым. Неше түрлі қылып салуға болады стористі да. Сөз жерге жаңағы инстаграмға кіресіздер да, мысалға мен мынаны живая встречаға барған, мына бір фотоны салғым келеді. Сосын мен не істеймін? Мына өзі кішкентай форматта болып қалған, Осы не істеймін? Мен мына жоғарысындағы мына нені басам да, мына жерде көріп тұрсыздар, 4 бұрышты смайлик. Осыны басам. Осыны басқан кезде сіздерде қазір мынау кішкене темнан ыңғайсыз екен, каждыйына көшіп отыру керек екен, слайд сияқты болмайды екен. Слайд сияқты болса тез көрсетер едім. Сол жаңағы 4 бұрышты смайликті басасыздар, содан кейін барып сіздерге мынадай бет ашылады. Міне. Қазір көрсетем. Міне мынадай бет ашылады. Осы жерде міне бүткіл стористың бүткіл фишкасы осы жерде тұр. Бүткіл несі тұр. Мысалға мына фото дегенді басатын болсаңыздар, мына бір сторисқа 3-4 фото қоюға болады.
Упоминание жасайтын болсаңыздар, мына упоминание дегенді баса салсаңыздар, осының қасына жаңағыдай Дэн деп жазсаңыздар, уже Дэн Патман деп шыға келеді. Ерлан деп жазсаңыздар, Ерлан Бөгенбайұлы деп шыға келеді. Болат деп жазсаңыздар, Болат Таматаев деп шыға келеді мысалға. Өйстіп сіздер упоминание жасай бересіздер. Бірнеше адамды упоминание жасауға болады. Сонда ол кісілер сіздің упоминание жасағаныңызды көреді да, сіздің мынау сторисіңізді аппаратта өздерінің сторисіне салып қояды. Мысалға, Алида осылай упоминание жасайды ғой. Алида мысалға Джейси да салады, кеше айтып жатырмыз, Дэн Патман да салады. Мысалға, мен де анда-санда сөйтіп жасап қоямын. Тек қана сіздер осы продукцияға, өнімге, осы бизнеске қатысты жерде ғана упоминание жасаңыз. Жаңағыдай бет алды жасаудың да қажеті жоқ, мысалға. Бір жерде отырсаңыз түк, мынау бизнеске, өнімге қатысы жоқ жерде упоминание жасай бермеңіздер. Осылай упоминание жасайсыздар. Одан кейін барып, мына жерде ссылка деген нәрсе тұр. Көрініп тұр ғой, сіздерге. Ссылка деген нәрсе тұр. Осы ссылканы басып, WhatsApp-ыңызды қойып қойсаңыз болады, мысалға. Тікелей адамдар сіздің номеріңізді теріп жүрмейді, прямой WhatsApp-ыңызға өтіп кетеді. Осы жерге TikTok-тың ссылкасын қойып қойсаңыздар да болады. Көріп отырған адам, мысалға, маған TikTok-қа өтіңіздер, мен стримда күшті ақпараттар берем десеңіздер, мына жерден жаңа оқырмандарыңыз мынаны басып сізге TikTok-қа өтіп подписаться етіп кетеді. Бұл әлеуметтік желіні жүргізген кезде жаңағы TikTok-тан Instagram-ға, YouTube-қа подписчик жинауға болады. Сосын Instagram-нан YouTube-қа, TikTok-қа подписчик жинауға болады. Міне бір-бірімен осылай подписчик обмен жасауға болады сіздерге. Басқа жақтан іздеп жүрмей-ақ. Ананы мынаны осылай тартасыздар да, міне ссылка қою арқылы тікелей мысалға YouTube-қа бір видео салатын болсаңыздар, мынау адамның нәтижесі деп бүйтіп көрсетіп қоясыздар да, интрига жасап, мына адам ракпен ауырған, мысалға, болмаса басында ісік болған, осы адам қандай продукциядан жазылды, бір айдың ішінде қандай нәтиже алды, мұны менің YouTube каналымнан көре аласыздар дейсіз да. Мына жерде жаңағы YouTube-тың сол видеоңыздың ссылкасын қойып қоясыз. Болды, адамдар басады да бірден сізге YouTube-қа өтеді. Сізде YouTube-та да просмотр болады, сол жерден де сізге клиент келеді, сол жерден де командаңызға адам келеді. Сосын опрос дегенді басыңыздар, адамдар көбірек жаңағыдай іс-әрекет жасау үшін опрос қойып қойыңыздар. Или сіз мынау клеточный питание туралы білесіз ба деп, астына я, жоқ, енді естіп жатырмын деген сияқты варианттарын қойып қоясыздар. Сосын мынау смайликтерді қойсаңыздар да болады. Қысқасы, осы жерде стористі бірнеше бағытта әртүрлі қылып жүргізуге болады. Қызықты еді, однообразный емес, адамдар қызығатындай еді. Міне осылай жасасаңыздар болады. Одан кейін келесі сторисқа өт деп, мына жерде стрелка қойып қойсаңыздар болады. Кәдімгідей қимылдап тұрған стрелкаларды. Осының барлығын шұқитын болсаңыздар, үйреніп аласыздар. Мұны оқитын ешқандай да қиындығы жоқ. Мысалға, мен келесі стористі көрсін десем, адам осындай міне стрелкаларды қойып қоям. Анау кәдімгідей қимылдап, келесі стористі былай көрсетіп отырады. Жаңағы төрт бұрышты смайликті басасыздар да, мына жерге стрелки десеңіздер, мынадай неше түрлі стрелка болады. Одан кейін мына жерге смайлики дейтін болсаңыз, неше түрлі смайликтер болады. Қысқасы, мынау стористің функциялары өте көп. Біле білсеңіздер. Міне осылай жаңағы Инстаграмдағы саудагерлер болсын, эксперттер болсын, курс оқытатын адамдар болсын, тек сторис арқылы, мынау лентасына аптасына 2 рет жай видео салып қана қойып, тек сторис арқылы миллиондаған продажалар жасайды. Енді бір мен келіншекті сіздерге пример қылып көрсете кетейін қазір. Кезінде үйінде ауру атасын бағып, сол өзі іші пысқаннан ақырында осындай блог жүргізе бастаған. Кейін ол қазіргі таңда сетевой маркетингпен айналысып кетті. Сетевой маркетингпен айналысып кетті. Аз ғана уақыттың ішінде өте жақсы нәтижеге шықты. Мынау құландық блогер Әйгерім Өмірзақова деген келіншек. Міне қараңыздар, өзінің профилінде қалай барлығын анық жазып қойған. Сату маманымын, миллионермін деп. Бар жоғы 6 айда су жаңа автобонус иесімін, мотиватормын. Өнім алу үшін міне мынау жаңағыдай каналыма өтіңіздер. Реклама бойынша міне астындағы мына жерге хабарласыңыздар деп. Осы келіншекте кезінде үйінде ауру атасын бағып отырған көп балалы ананың біреуі болатын. Өзім жеке таныспын, осы келіншекпен сөйлесіп тұрамыз арасында. Осы келіншек кейін осы Сибирский здоровьеға кетті. Сол жерден барып жаңағыдай немен айналыса бастады. Сетевой маркетингпен. Қазір көп блогерлар сетевой маркетингқа кетіп қалды. Неге? Өйткені блогер болып ақша табу үшін
сіз бірдеңе ойнатуыңыз керек, мысалға бірдеңе беруіңіз керек, в общем, жаңағыдай табыс табу үшін. Ал мына жерде сетевой маркетингте бұл жерде подписчиктары көп, сондықтан да оларды шақырып бұлар тез команда құрып тез өсіп кетеді. Содан кейін барып бұлар өздерінің тапқан табысын осылай жарнамалап көрсете бастайды. Міне мен мынандай авто алдым, мен мынанша айда мынандай табысқа жеттім, егер сен де қаласаң кел маған деген сияқты. Міне осы келіншек сондай кәдімгі үй шаруасында келіншек болған. Сондықтан да сіздер де жай өздеріңіз туралы видео салып бастай беріңіздер. Одан кейін арасында өнімдерді көрсетіңіздер. Прям сондай мықты, керемет білмесеңіздер де Инстаграмды осылай ақырындап бастай беріңіздер. Негізі Инстаграмның мүмкіндігі өте шексіз. Жаңағы Ақбота мысалға қазір миллионер, ол да кезінде қарызға батып, не істерін білмей жүрген қыз болатын. Мынау Құландық блогерда көп балалы ана болатын, жаңа атасын бағып қарап отырған. Міне бұл да барлығы осы Инстаграм арқылы дамып кетті. Сондықтан да Инстаграм әлеуметтік желісінің бізге берерім. Одан кейін Инстаграмның да прямой эфирі бар. Сториста мен ертеңгі уақытта Инстаграмда эфир жүргіземін деп сап қоятын болсаңыздар, таймер ойнап тұрады. Сол таймер жаңағы бүткіл сіздің подписчигіңізға жаңағыдай сіздің сторисіңізді қарағандарға ертең эфир болатыны жайлы ақпарат береді. Сонда эфирға кірген кезде ол жерге де жазып қойсаңыздар болады. Мысалға біз Құралай ханым екеуміз эфир өткізгенбіз Инстаграмда. Сол кезде мен алдын ала жазып қойған болатын. Бүгін жолдасы Грижадан жазылған Құралай Сүлейменова екеуміз эфир жүргіземіз деп. Сол кезде тоже біраз адам кіріп біздің эфирімізді қарап, сол прямой эфирді сол кезде де 70-тегі апа қалай айына 500 мың тауып отыр. Егер сол жайлы білгілеріңіз келсе, бүгінгі эфирға келіңіздер сағат 15:00-де алдын ала жариялап қояды. Сонда анау Инстаграмдағы менің подписчиктарым, мына эфирді көрейікші деп келіп жатады эфирға. Сол себепті мынау TikToktың айналасынан ғана шыға алмай қалмай, осы Инстаграмды да қолданыңыздар. Инстаграм әлеуметтік желісі үлкен бизнес алаңы бұл да. Инстаграм аудиториясы сатып алуға үйренген, олар бағаға қарамайды. Ред болсын, рассрочка болсын, олар сатып ала береді. Миллиондарға курста сатып ала береді олар. Мына өнімдердің егер құндылығын біз жеткізетін болсақ, олар осы өнімдерді де алады. Бір біліп алады, одан кейін олар ала бастайды. Мен енді жаңағыдай айттым ғой, 1 жылдай менде пауза болып қалды. Одан кейін барып мен бірден Инстаграмға келе саламда, мен мысалға Елефті көрсетіп кетпейді ғой, мен ақырындап көрсете бастадым. Не үшін мен Инстаграмға шықпай қалдым? Не үшін мен әңгіме жазбай қалдым? Өйткені менің денсаулығым сыр бере бастады. Көзім почти уже көрмей қалды, шашым түсіп қалды. Міне содан кейін барып мен осы көрші апаны көрдім да, мына өнімді бүгіннен бастап ішіп жатырмын деп жай көрсетіп қойдым. Сөйттім да іше бастадым. Бірінші күн, екінші күн, таңертең тұрам, даже айтпаймын да. Мен таңғасым осы деймін да, жаңағы ішіп алам, сөйтем да басқа нәрсені айтам. Міне солай балаларыма да мен Елефтің тәтті түрін бере бастадым. Сосын кішкентай ұлымды сөйлетіп қойдым. Қалай мына өнім күшті ма десем, күшті мама деп сөйтіп айтатын. Соқ қой бұл деп. Сосын бар менің уже жаңағы оқырмандарым сұрай бастады. Әтіркүл апайдың өзі отыр, қандай өнім беріп жатырсыз, қандай өнім ішіп жатырсыз деп сұрай бастады. Міне солай маған ең бірінші адамдарым Инстаграмнан келді. Енді мен ақырындап лентаға сала бастадым. Міне мен осындай әңгіме жазбай кеткен себебім, міне осылай мен ауырдым, енді мен қайтадан келдім, енді бұйыртса денсаулығым дұрысталды, әрі қарай әңгіме де жазамын, бірақ қазіргі таңда осы BEPI компаниясында жұмыс жасап жатырмын деп форумға барғанымды барлығын салып қойдым. Енді уже менің оқырмандарым біле бастады. Ақырындап мен енді 100% сенімдімін. Олар мына өнімдердің мен әлі нәтижелерді шығарған жоқпын, толықтай өнімдерді шығарған жоқпын. Егер мен жаңа рактан жазылған, басында ісік болған адамдардың нәтижелерін шығаратын болсам, маған уже келеді оқырмандар. Сондықтан да Инстаграмда жүргізіңіздер, мынау әлеуметтік желінің барлық мүмкіндігін пайдаланыңыздар. Ал бүгін ден қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Өте керемет ақпарат болды. Инстаграмға вообще ниеттеген